жетелесе өлеңөргө, бойымда бар күшімді берем елге. Сөз салмағын түсінген елге сәлем, ұқсайтын Құнанбайдай көрөгөнгө. Қабанбайдың жеріне келген кезде жырым жүйрік болса екен жебеденде. Ақындар жан алысып, жан берісіп, не жетсін қызық келді бөлөгөнгө. Ассалаумағалейкум Ақсуатым, төрден орын беретін төлөнөргө. Бәріңізге басып сәлем бердім, шыңнан биік шығыстық шеберелге. Суаттың жағасында отырса да, талғамы теңізден де терең елге. Ау жайлаудың жерге құйған жаңбырындай, кетейін жырмен шөлді қандырыбай. Көңіліңнің шықсам ғой биігіне, барқыт белден көрінген таң нұрындай. Ауылыңда жылды өстіп той өтеді, көп жерден көр алмаймыз сәнді мұндай. Ақсуат ақындар кеп жырға қосқан секілді қар өлеңнің хандығындай. Мұның бәрі арқасы ерлеріңнің кешегі атымтайдың қалдығындай. Байы көп жомарт аздау қоғамдамыз, пейілі тас көшенің тарлығындай. Қамшы саптай ғұмырда ерлеріңіз жауатын бұлт секілді саңғы болмай, еліне жылда шаттық той сыйлайды, апамның сарқыт толы сандығындай. Тойға келген халықтың көңілі тоқ, пейіліңе тұралмас жан жылынбай. Шүкіршілік Ақсуаттай жер барына, өзіңнен аямады барды Құдай. Елдің атын шығарар ер емес пе, басқаға қол жайдырып жарлы қылмай. Байы сараң ауылдың бәрі кедей, байы жомарт ауылдың барлығы бай. Ау біразын шешіп жүрген маскалардың біредің шаппа-шапта басты адамның. Жабайыптың елінен келгеннен соң егесісің асқақ жыр, асқақ әннің. Асыл домбыр ұтып ап командамен бірі болдың, алынбас тасқа малдың. Спортпен де жүресің айналысып, пайдалысын тұтынып астағамның. Қай салаға барсаң да үздік болып, мықтада мекеніңді растап алдың. Өзіңізге айтатын ұсыныс бар, орда бұзар 30-дай жасқа бардың. Айтыспен облысыңды даңғыт еттің, енделіңді танытар басталар күн. Қазақ күрес өтеді жылдамында, көп жүр шеттен келген оспадардың. Солар менен күресіп көрмейсің бе? Себебі еліненсің қасқалардың. Бауыржандай батырмен жеріненсің, атақты үшкемпіріп жақсағаңның. Ыстыбай бейбіттей барысың бар, біреді кім келсе де саспағанның. Домбыраға таласпай інілермен үлгісін көрсетсеңші жақсамалдың. Солардай алыптармен арпалысып, ақтуын желбіретіп асқағардың. Күресте күш атасын танымас деп, әкесін танытсаңшы басқалардың. Ағаңа ұсыныс қып айқаяға өтегерім, күреске барсаңшы деп төпеледің. Айтысымды күрес деп айтпап беді Ахмет Байтұрсындай көкелерім. Ұлт ұстазы Ахметке құлақ асу өмірлік ұстанымым жеке менің. Күреске емес айтысқа шығып тұрмын, жұртыма білгендіктен не керегін.
айтыста көтеремін елдің рухын, жүрекке жалын беріп от өлеңім. Көңілін көтеремін мұңайғанның, қыздырып әзіл сөзбен шекелерін. Еңсесін көтеремін шындық айтып, алғанда жоғарыдан секемелім. Айтысы пайдасы айтыстан да артық болса, ойланбай-ақ күреске кетер едім. Күрессем бір адамды құлатамын, айтыссам мың адамды көтеремін. Айқаяға ай ай. Інімен шалағайлау жыр есетін, артық кетіп қаласың бір есетім. Күрестің неше түрі бар емес пе, айт десең шығарайын мінешетін. Жалқаулықпен күресу керек бізге, іскер боп қадамынан гүл өсетін. Жемқорлықпен күресу керек бізге, ел болып ізгілікке ілесетін. Жершілдікпен күресу керек бізге, ынтымақты тілесін тілесе кім. Біз сізде палуандар жетіп жатыр, боз кілемнің үстінде тіресетін. Күрескер ел болайық біз озанда, қазақтың бақыт үшін күресетін. Айқаяға ай ай. Күреске бар дедің бен еғыл дедің, бар екен сен баланың не білгенің. Жастайыңнан бәйгеге шапқан ұлсың, аз емес шабандоз боп көрінгенің. Бүгін ғана аламан бәйге өтіп, көрдік қой тұлпарлардың тебінгенін. Өзің неге бәйгеге қатыспадың, жарамапты шарш топта шегінгенің. Ерке жиремен шапқан өзен құсап, тілеуіңді тілер ет сенің делің. Тым құрыса танысып қайтар едің, аралап Ақсуаттың өңірлерін. Бәйгеден бірінші боп келіп жатсаң, халықтың ақтар едің сенімдерін. Ал бірінші келмесең ештеңе жоқ, түспесет оған бола көңілдерің. Қаптаған алашаңның арасынан байқалмай кетер еді жеңілгенің. Айқаяға ай ай. Ау ағамыз Шынарбекті інім дейді, бірақ та әзілімен жұлып жейді. Шабандоз болған бала екенсің ғой, бәйге жаққа баратын түрің дейді. Айтыста сол бәйгінің бір түрі ғой, сүйексіз қызыл тілім сүрінбейді. Ат бәйгеде топ бастап көрген бала, сөз бәйгеге келсе де сүрінбейді. Қаптаған қалыңшаңнан жеңілгенің білінбей кетеді деп күлімдейді. Сен донда жеңілем деп уайымдама, оған бола ештеңең білінбейді. Қаптаған қалың ақын арасынан сенің де жеңілгенің білінбейді. Ау домбырам неге сені қолға алмаймын, қызыл тіл неге сені қолданбаймын. Біреуі ауыл деген тақырып қой, қоғамда басты талқы болған жайдың. Адамдар ауылдарын тастап кетіп орнатылып жатыр дейді қолдан қайғым. Қаңырап ауылдардың қаңқасқап, қалақ адам далаға толғандай мұң. Мен бірақ ол ойменен келіспеймін, келмейді ақпаратты жалған жайғым. Ақсуатқа көшіп кеп жатқандар көп, бұл істің байыбына барғандайгым. Көшіп келсе келердей жер екенсің, тағы да кеп көрсем деп армандаймын. Тарихта қалмағанда қайда қалсын, алашқа сауын айтып салған бәйгің. Облыс жасамаған тойды жасап, біразын таң қалдырдың тармаңдайдың.
Біразы осы сеннен шығып жатыр, атағы елдің ішін жарған байдың. Ақсуат бұл қарқынмен дами берсең, басыңдағы бағыңды алғандай кім. Аудан болып кеткенің ештең емес, облыс болып кетсең де таң қалмаймын, ай. Жел сөз, көбік сөзді қайтеміз, көбік тұрып. Бір жайтты кетейін мен ұқтырып. Бұл шапанды арқама жапқан едің, көбініңнің ішінен бөліп тұрып. Сол кезде айтқан сөзің есіңдеме, шапанды Шынарбекке беріп тұрып. Алғашқы көлік ұтқан шапаным деп мен байқұсты қойып ең еліктіріп. Бұйырса көлік ұтып ал дегенсің, алдыңнан кім шықса да жеңіп тұрып. Соның бүгін реті кеп тұрым өзі, сен өзің берген болсаң сеніп тұрып. Шапанға жүлде жоқ қой демесін деп өзімде дайындалдым берік қылып. Ағадал ниетіңмен берген болсаң шабайын сәттілікті серік қылып. Ағадал ниетіңмен берген болсаң шабайын сәттілікті серік қылып. Қасиетті шапанба мынау сондай бір түрлі отырған ай желіктіріп. Өзің берген шапанды киік келіп, қайсам ба деп отырмын көлік мініп, ай. Інімнің сыртқа шығып айқай ағау, ішкі арманы ағасын жеңемін деп түштаңдады. Көлік ұтып беретін бұл шапанды қасиетті шапан деп тұспалдады. Інім деп ізет қылып шапан жаптым, дәстүрдің тереңде ғой ұқсаң мәні. Сен бірақ шапанға көп сеніп қалма, ақынның болу керек күшті алғамы. Сен үшін өлең құрап бермейді ғой қанаттың шапаны мен штандары. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, Ұлабайдың осы еді ұстанғаны. Киінген шапан емес Қабанбайдың өзінен сескеніпті дұшпандары. 35 көлік мінген Айнұрлардың сөзіне көрерменнің құштар жаны. Айтыстан көлік мінем деп ойлама, сөзіңнің болмас егер түк салмағы. Қанаттың шапанымен шықпақ түгіл, Айнұрдың көйлегімен шықсаң дағы айқай ағау. Ай, ай. Інімнің шошыдым ау ниетін көріп, отыр ғой өз-өзіне өкім беріп. Көлік мініп қайтсам ба деп қояды, ағасының батасын көпір көріп. Менен басқа ешкімнен жеңілме деп айтқан батам есіме отыр келіп. Екеуміз Алматыдан бірге келдік, арнайы Ақсуатқа өкіл болып. Айтыстан асыл домбыра жеңіп алсам, дулаттар мінгізем деп отыр көлік. Шевролет маған қарап кісінеп тұр, тұп-тура ерке жирен секілденіп. Қайтарда да мен сені тастамаймын, өзіммен ап кетемін кепіл болып. Көліксіз қайтамын деп уайымдама, жүлденің отқандаймын шетін көріп. Хамзаның ерке жирен атын мінген, шабасын өзен құсап кекіл керіп. Қанаттың ұтып алған көлігімен қайтасың Алматыға шопыр болып айқай ағау. Ай, ай. Шынарбек жалаң оймен сауықты ғой демесін ел, шабандап шауыпты ғой.
домбыр үшін келді ме деп ойласам, есілдердің көлікке ауыпты ғой. Сен бірақ көлікке көп қызықпағын, талайлар содан опат тауыпты ғой. Жаным ашып тұрғасын айтып тұрмын, деп ойлама іштарлық танытты ғой. Шопыр қылам деп едім, жаңа сені аз алайда мазалап тұр анық бір ой. Қасымда әңгіме айтып отсаң болды, өзім айдап қайтамын жарықты ғой. Соңғы кезде нашарлап зіренеңіз көз әйнегін қалыңдап қалыпты ғой. Айналайын мынадай көзіңменен, зар өлем отырғанда қауыпты ғой. Айқай ағау, ай, ай. Ау ағамыз салмай жатып суырды ғой. Жауабы арт-артынан шұбырды ғой. Алтынның буырады деп айтушы ед, қанатты асылдың да буырды ғой. Басында шапандайтып бастап еді, соңында штандайтып құбылды ғой. Ағамды шебер ақын дегенменен, өз қақпаны өзіне құрылды ғой. Қабанбай, Айнұр, Шапан, Ерке жирен, штандар бір шумаққа тығылды ғой. Шеврелет маған қарап кісінейт деп, мойны көлік жаққа бұрылды ғой. Машина кісінейтін атпасаған жүлден ойлап ағамды жынырды ғой. Айнұр апаң сенің де жерлесің ет, десек де осы өңірде туылды ғой. Дәл сендей қожанасыр көрген жоқпын, өзі берген сыйлыққа жығылды ғой. Өзінің шапанына жауап таппай, Айнұрдың көйлегіне тығылды ғой. Ау, Мырзаханның баласы білікті ғой, бірақта мырзалығы күдікті ғой. Ұтпаған машинаға шопыр іздеп, жүлден ойлап аузынан су құрыпты ғой. Барлығын өзің шешіп отырғасын, бұл ісіңе қазылар күліпті ғой. Көзің нашар дедің бен, нағыл дедің, сол сөзің жүрегімді суытты ғой. Шапанды берген кезін айттым жаңа, онымды жиылған жұрт ұғыпты ғой. Көлік ұттып беріп ед, енді келіп, әңгімені басқаға бұрыпты ғой. Шапанды берген кезде айтқан сөзін, көлікті көрген кезде ұмытты ғой. Ау, бұл жерде берекелі бесік жатыр. Жерде берекелі бесік жатыр, тұрғындар бақытты өмір кешіп жатыр. Қаншама мемлекеттен палуандар кеп атағын желден жылдам есіп жатыр. 140 бар, тайың бар, аламан бар, әр бәйгеге бір көлік десіп жатыр. Осы елдің атымтайдай жігіттері айтысқа да жүлдесін кесіп жатыр. Мешіт ашып мұқтаж жанға баспана сап, азды көпті мәселе шешіп жатыр. Той үстіне той жасап жылдақ суат. Той үстіне той жасап жылдақ суат. Бастадың ізгіліктің көшін батыл. Өнердің мәртебесін көтеремдеп, өзіңнің де мәртебең өсіп жатыр. Ресей соғыс ашып Украинға, тұрғындары әр елге босып жатыр. Тәліптер аттан салып Иран жаққа, жазықсыз адамдары шошып жатыр. Қытай менен Тайванда 40 бышақ бітпейтін дау жаңжалмен осып жатыр. Құдайым көп көрмесін шаттығыңды, берекенің қазығы осында тұр. Басқалар бірді бірге соғып жатса, Ақсуат ел мен елді қосып жатыр. Оу,
Қанат ағам сен еттің, Қанат ағам сен еттің, биік қылып сөйлесе, қазақтың алатауындай, нөсерлетіп сөйлесе, селдете құйған жауындай, тәтті қылып сөйлесе, жаңа піскен қауындай, тереңнен сүзген жақұт жүр, балықшының ауындай. Өзіңмен асып белнеше, сынға да түстім мен неше, айыптама ініңді, алысқанда ағамен артықтау кетіп тергесе. Қоштасарда бауырыңды бауырыңа бас ендеше, Еразбайды ағаллы, Тоназбайды жағаллы, сыйластығын жөндесе. Інінің көңілі сен болар, еркелетіп ағасы ақылда кеңес бермесе, ағаның көңілі жер болар, басынан кетіп базары артынан іні ермесе. Ай Інімең жастайыңнан айқаяғау жыр жаттаған, өзіңде енім бар деп шын мақтанам. Көлік үшін уәдеңді, көлік үшін уәдемді, көлік үшін батамды ұмытқам жоқ, кезім жоқ айтқан сөзден сырғақтаған. Батамды бұрып алып сен емеспен, көліктеп ең бірінші қылжақтаған. Мәшине кісінейтін атпа дейсің, өзіңді кім оқытып, кім баптаған. Мәшиненің бір аты темір тұлпар, тұлпар бармат кісіне бүн қатпаған. Айт істеп, әзілдедік айтпегенде, көлікті кім алары жұмбақ маған. Нағыз қазақ домбыра деп жырлаған, қадірдейін сұңғыла сымбатты адам. Нағыз қазақ Нексия деген жоқ қой, демек түгіл ол жайлы үн қатпаған. Талассақ домбыра үшін таласайық, қастерлеп ата-бабам құндақтаған. Шетелдің көлік емес, басқасы емес, қазақтың домбырасы қымбат маған. Айқаяғау, ай-ай. Аузың болған менен қандауырдай, сен маған көрінесің жан бауырдай. Осындық көрерменге суырып сап, өлеңді боз биенің саумалындай. Өнерде қарсыласпыз, ал өмірде жақынбыз бір атаның балаларындай. Тек Молдабай көтерген сөздеріңіз болсыншы нар түйенің салмағындай. Кең болсын көкжиегің ой өрісің, Абай облысының аумағындай. Абыройың күн санап арта берсін, Қарыштаған Ақсуат ауданындай. Келенді құшақтасып тарасалық, қосылған талды базар тармағындай. Қол ұстасып жүрейік әрқашанда, Алтай мен Тарбағатай тауларындай. Айқаяғы